Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ерлі-зайыптылардың өмірінде жыныстық қатынас ең басты орындардың бірі. Осы жыныстық қатынас күнделікті бір қалыпты, монотонный деп айтамыз, о дүниеге айналып кетеді. Сосын ерлі-зайыптылар сол бір дүниеге бір әйтеуір болу керек, әйтеуір аптасына бір-екі рет болсақ болды деген сияқты бір күнделікті тамақ жеген сияқты, күнделікті бір нәрсеге қараған сияқты, яғни ешқандай бір трепет жоқ, бір қуаныш сыйлайтын, бақыт сыйлайтын, маңызды дүние есебінде қарамай кетеді. Ол неліктен? Және кейін әйел адамдар айтады, осы күйеуімді бір жаңаша арамыздағы қатынасты нығайту үшін қалай таңғалдырсам болады, қалай жыныстық қатынас кезінде өзімді ұстасам болады. Яғни кейде әйелдер ойлайды, әртүрлі позада болу, немесе басқа жыныстық қатынастарда болу, ол бір сарын алып келеді деп, бірақ шындығына келген кезде ол еркекке ер адамның негізгі инстинкті бұл жаңа жаулап алушы, яғни бір әскер сияқты. Бұрын білесіздер, біздің ата-бабамыз заманнан бері бірдеңкені жаулап алып күресіп, ер адамдар жаңа бір малмен күресіп, аңдармен күресіп, жаңағы аң аулап, жылқыларды, асау жылқыларды бағындырып, яғни өмірі күрес, бірдеңкені бағындыру, жаулау, сондай оның психологиясы сондай болғандықтан оған үнемі бір нәрсені көре беру, бір нәрсені жей беру, тамақты бір күнде жеген сияқты бір монотонный өмір қызықты болмайды, яғни оны жалықтыра бастайды. Сол үшін ол басқа жақтардан басқа нәрселерді, басқа қыз-келіншектерге көз сала бастайды. Сондай болмас үшін әйел әрине күйеуін қызықтырғысы келеді, бірақ көп әйел қалай қызықтыруды білмейді. Сол үшін сексолог есебінде бүгін сіздерге осы жайында түсіндіруді жөн санадым. Ең бірінші күйеуіңізді қызықтырғыңыз келсе, таң қалдырғыңыз келсе, бірінші кезекте импровизация, яғни сіз басқа әйел образына ене білуіңіз керек. Әйелдің білесіздер бірнеше образы бар, ана образы, балалардың алдындағы қамқоршы, ана есебінде. Және күйеуіне де кейде қамқорлық танытып, тамағын беріп, киімін беріп, ана есебінде қамқорлық көрсетіп отырамыз. Және әйелдің ең маңызды функциясының бірі бұл любовница, яғни жыныстық қатынас кезінде ер адамға жаңа сіз ол кезде ана емессіз, сіз ол кезде подружка, ақыл кеңес беруші емессіз, былай істе, олай істе дейтін. Бұл жерде сіз кәдімгі импровизация, яғни әртүрлі рольға кіріп, және өзіңізді еркін ұстауыңыз керек. Кейбір қыз-келіншектер көбінесе өзінің ойын, жыныстық қатынастағы қалауын күйеуіне еркін айтудан ұялады. Бұл жағдайда керісінше ол, мысалы, ер жігіт әрине қалыңдық таңдаған кезде ұяң мінезді қыздар таңдайды. Оны ұяңдық, бір пәктіктің символы сияқты болады, сондай пәк ұяң қыздарды алғысы келеді. Бірақ жыныстық қатынаста оған ондай ешқандай ұяң немесе анасының рөліндегі ақыл кеңес айтып отыратын, аяғыңды ұзақ қалады, киіміңді түптеп қойдым, тамағыңды тойдырып қойдым дейтін ана қажеті жоқ. Оған кәдімгі любовница керек. Яғни бұл жерде сіз өзіңізді еркін ұстауыңыз керек. Сізге не ұнайды, және күйеуіңізден ұялмай сұрау керек, сізге саған не ұнайды. Мысалы, тіпті кейде басқаша киім кию, басқаша образдарға ену. Соның өзі ер адамға бір мысалы күнде көріп жүрген киіммен емес, басқаша бір киіммен, немесе басқаша бір образда. Яғни ол миында еркектің қалыптасады. Басқа бір әйел болып келсеңіз, оның миында басқа әйел, яғни ол басқа бір әйелді бағындырған сияқты миында информация қалыптасады. Сосын келесі жолы ол басқа жақтан бір рахат, ләззат іздемейді. Яғни сізді енді не болар екен, тағы қандай маған қызық көрсетер екен деген қызығушылық пайда болады. Сосын предвкушение, яғни бір жыныстық қатынасқа алдын ала бір дайындықпен, күйеуіңіз де сондай дайындалып үйрету керек. Яғни бір күнде жатардың алдында төсекке жата салып, бір 5-10 минут жыныстық қатынаста бола салып, екеуі екі бұрышта ұйықтап қалу емес, кәдімгідей оған дайындалып, яғни бір күні бір табиғатқа, бір жерге барып, екеуіңіз оңаша сөйтіп гостиницаға барып, яғни сол бір жыныстық қатынасқа әдемі дайындалып, яғни предвкушение, бірдеңкені күтеміз ғой. Тіпті ресторанға барсаңыз, мысалы, тамаққа заказ бергеннен сіз күтесіз, ол тамақ қандай болып келеді екен. Сосын әдемілеп, жаңағы оформлениясымен тамақта келсе, сіздің тәбетіңіз ашылып, сол тамақты жақсы жейсіз. Мысалы, әкеп алдыңызға қоя салса, сіздің тіпті сілекейіңіз кейде бөлініп үлгермейді. Сол үшін, мысалы, батыстық ресторандарда тамақты арнайы тапсырыс бергеннен 1 сағат күттіреді. Өйткені адам тамақты көрген кезде сілекейі бөлінеді, ас қорыту сілекейі, және ол асты қорытуға көмектеседі. Дәл сол сияқты, жыныстық қатынас та дәл сол сияқты.
Неге адам жыныстық қатынасқа құмартады? Өйткені ол оған кайф береді, тамақта кайф береді. Бір нәрсеге, мысалы, біз неге жұмыста болсын, өмірде болсын, бір жетістікке жетуге тырысамыз? Өйткені ол бізге кайф береді. Біз өзімізді маңызды сезінеміз сол кезде. Сол кайфты іздеу керек. Яғни жыныстық қатынас ол күнделікті бір күйбең тіршіліктің арасында болатын дүние емес, оған кәдімгідей дайындалып, яғни предвкушение, күйеуімізге осы күн осы жерге барамыз, соған дейін әлі жыныстық қатынаста болмай тұрайық, соған дайындалу керек. Яғни ер адам соны күту керек, қашан біз сол жерге барады екенбіз. Ол сізді жаңа жаулап алу сияқты, жаулап алу операциясын жасаған сияқты, күнделікті соған дайындалып, тіпті кейде бір жаққа свиданияға барудың өзі, сол кезде гүл алып келіп, көп ер адамдар қыз кезінде жүрген кезде гүл береді, бірақ кейін сол гүл беруді де ұмытып кетеді. Неге? Ол ер адам жаман болғандығынан емес, ол сіз соны қаламағандықтан, сіз соған намек бермегендіктен. Өйткені ер адам ол біздің намекті көп түсінбейді. Оған тікелей айту керек, маған мынандай зат алып кел деп. Біз көбінесе бір өзімізге қиялдан жасап аламыз бір нәрсені, сөйтіп әртүрлі намектарды береміз, оны ер адам түсінбей алады. Сосын ол біздің оправданиямызды күткен ойымызды орындамай қалса, біз күйеуімізге ренжиміз. На самом деле, шындығына келген кезде ер адамдар намекті онша түсіне бермейді. Оларға тікелей айту керек: мынау маған ұнайды, мен осындай затты сенен күтемін, мына затты күтпеймін. Сол кезде сіз күйеуіңізге ешқашан ренжімейтін боласыз. Және жыныстық қатынас кезінде күйеуіңізді қалай таңғалдыру керек? Ер адамның, әр ер адамның, әйелдің де, ердің де өзінің эрогенді зоналары болады. Және ол әркімде әртүрлі жерде болады. Мысалы, белден төмен тұста, біреудің арқасында, біреудің құлағының айналасында, біреудің көзінің айналасында, біреуге тіпті басына массаж жасаса, оны қатты прям возбуждать етуі мүмкін. Яғни күйеуіңізден соны жыныстық қатынас кезінде сезіну керексіз және білу керексіз. Мысалы, кейбіреуге керісінше массаж жасау ұнамауы мүмкін, ал кейбіреуге прям күшті сезім сыйлауы мүмкін. Және жаңа телесный контакт болған кезде, яғни қолыңызбен массаж болсын, басқа нәрселер жасаған кезде, ол қатты болмау керек. Әйтпесе ер адам ұйқысы келіп кетеді. Яғни только бір жеңіл түрде жасасаңыз, ер адам ұйқысы келіп кетеді. Ал енді қатты жасасаңыз, ол наоборот жаңағы қатты ауру сезімінен жыныстық қатынасқа деген құмарлығы сөніп те қалуы мүмкін. Сол үшін бұл жерде әр адамға өзінше жеке подход болу керек. Яғни сіз өзіңіздің күйеуіңізді жақсы танып білуіңіз керек. Сосын кез келген адам, әйелде, ер адамда визуал болады. Яғни біреулер көзімен көрген дүниені жақсы көреді. Көбінесе ер адамдар сондай. Көзбен көрсе жақсы көреді. Мысалы, ол қыз көзінің алдында көлбеңдеп жүрсе, ол үнемі есінде тұрады. Ол қыз кетіп қалса, бітті, олай қызды да ұмытып қалуы мүмкін. Немесе жаңағы аудиал болуы мүмкін, яғни әртүрлі дауыстарды жақсы көруі мүмкін, құлағымен жақсы көруі мүмкін. Сол кезде мысалы, құлағына әртүрлі жағымды нәрселерді айтып, күйеуіңізді қоздыруға болады. Сосын ең басты нәрсе, әйел жыныстық қатынас кезінде әйелден жағымды иіс шығып тұру керек. Өйткені феромоны деген ұғым бар. Ол жайында толық ақпаратты мен YouTube каналымнан көре аласыздар. Сілтемеге, біздің биодағы сілтемені басып, YouTube каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сол феромондар әйелдің еркекті еліктіру арқылы еркекті қызықтырады. Яғни, білесіздер, кейде қарасаңыздар, онша түрі онша емес, бір мінезі де онша емес қыздар әп-әдемі жігітті өздеріне қаратып алады, және жігіттер сол қыздың артынан жүгіріп жүреді. Ал бір сұп-сұлу, келбеті келіскен қыздар жігіті жоқ, тұрмыс құра алмай жүреді. Неге? Сол феромондардың төмен болуына байланысты. Феромон деген бұл әйелдік энергетикасы басым әйелдерде сол бір керемет иіс болады. Соны еркек адам подсознаниясы соны сезеді. Сол үшін сол әйелдің артынан жүгіреді, онша емес болса да түрі. Ал әйелдік энергетикасы төмен қыздарда ол феромондар болмайды. Қанша жерде сұлу болып тұрса да еркекті қызықтыра алмайды. Сондықтан ең бірінші, ең басты қағида, құрметті қыз-келіншектер, төсекте еркекті қалай таңғалдырам, еркегім үшін емшегімді үлкейтем ба, тағы да бүйтем ба, сөйтем ба деген мәселенің артында сіз күйеуіңізді бақытты еткіңіз келсе, күйеуіңізді қызықтырғыңыз келсе, ең бірінші өзіңіз бақытты болуды, өзіңізді өзіңіз қызықтыруды үйреніңіз. Сол кезде кез келген адам, соның ішінде еркек адамда бақытты адам жанында жүргісі келеді. Мысалы, көшеде кетіп бара жатсыз, бір екі адам кетіп бара жатыр, біреу күліп, қарқылдап, бір сондай көңілді келе жатыр. Сіз де сол адамның жанына барғыңыз келеді,
қалың қалай, жағдайың қалай, не жаңалық деп сұрағым келеді. Ал бір адам бүйтіп басы сүмірейіп, қалжырап, әзер аяғын сүйретіп келе жатыр. Ол адамның жанына барғыңыз келе ме? Әрине жоқ. Сол сияқты ер адамды да қызықтыратын ол сіздің бойыңыздағы энергетика, сіздің бойыңыздағы бақыт. Кез келген адам бақытты болғысы келеді. Ол бақытты адам ғана басқа адамды бақытты ете алады. Сол үшін ең бастысы, жолдасыңызды бақытты етем десеңіз, өзіңіз бақытты болуды үйретіңіз.